біздің мамандарымыздың араласуымен сол кемшіліктердің бәрі жойылды. Қазір бүгінгі таңда барлық насостар су желілері жұмыс жасап тұр. Енді біздерге көбісі мына Батыс екі ауданынан тұрғындардан шағымдар түскен болатын. Насостар қосылды. Енді алайда біздерде бір гидравликалық режим деген бір сондай бір мәселе бар. Қалпына келу үшін шамалы бірнеше сағат уақыт керек болады. Сондықтан да қазіргі кезде енді Батыс екі ауданы кейбіреуі үйлер жоғарыда орналасқан, кейбіреулер төменде орналасқан. Сондықтан да қазіргі таңда су беріліп жатыр. Енді шамамен қазір біздің есебіміз бойынша 35 шақты үйлерде су әлі жеткен жоқ. Сулар барады. Бүгін кешке дейін барлық су берілу қалпына келеді. Ол қанша адам примерно 35 үйде болса мысалы? 35 үйде енді көп қабатты үйлер ғой. Көп қабатты үйлер. Ал жеке массивтер жөнінде осы Батыс екі ауданына байланысты Құржаса елді мекенде қанағат деген бар. Сол осы насостардан алады. Қалған қала бойынша барлық жерде су толығымен беріліп жатыр. Рауанда жоқ. Рауанда су жоқ қазір. Рауанда су бар қазір. Су беріліп жатты таңертең. Себебі онда да бер жағындағы Песчанка деген водозабор бар, онда ақау жөнделді, бірақ резервуарында су бар, таңертең беріліп жатты. Берген жоқ, әділді. Ішіне берген жоқ. 35 деп тұрсаңыз, бұл қала бойынша ма, жаңағы Бау-бақшаның бәрін қосып айтып жүрсіз ба, тек қана Батыс екі ма? Батыс екіде ғой, көп қабатты үйлер ғой. Бау-бақшадағы жағдай қалай? Бау-бақша ұжымдарында кімде орталықтандырылған су жүйесі бар, олардың бәрінде су бар. Неден орын алған жалпы? Неге боран әсер етті ме? Боран әсер етті, мына ауа райының қолайсыздығы, кеше ылғалдылық болды. Одан кейін қардың қалың жаууына байланысты біздің көптеген насостардың бәрі электр жүйесімен жұмыс істейді, желісімен.